Миллиондаған жыл бұрын дәл осы өңірде жанартау қайнап жататын. Қызыл қатты магма атқылап шығып, жан-жағын жайпай, керемет көрініс жасады. Геологтардың болжамынша, қызыл топырақты жартасты жаралар Шарын өзенінің бойындағы неоген дәуірінде пайда болған. Ол кезеңде динозаврлар түгелдерлік жойылып біткен еді. Аққан су мен соққан жел өз өрнегін салып, жартастарды жыра осындай керемет шатқалы жасап шыққан. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркына қош келдіңіздер. Міне сіздер көріп тұрған мына Алматы Шонжы бағытындағы Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының шекарасында тұрмыз. Осы жерден шығыс жаққа қарай міне осы біздің парктың басталуы. Мына оң жағымызда тұрған үлкен Бұғыты тауы, сол жағымызда әлемге әйгілі даңқы шыққан Шарын шатқалы, Долина замков, Чарынский каньон деп атайды. Осы жерде тұрмыз. Шарын ұлттық паркының негізгі байлығы үлкен шатқал, яғни қорғандар алқабы. Ғалымдардың жазуынша қорғандар алқабы геоморфологиялық нысан ретінде танылған, өзара жер бедерінде қалыптасып, бұл аумақ туристер үшін де, саяхатшылар үшін де, экзотиканы сүйетін жандар үшін де таптырмас әсем жер. Шарын шатқалы әсіресе күз мезгілінде керемет көрініске айналады. Жазғы мезгілде бұл жерлерде күн өте ыстық. Сол себепті де тамаша табиғи аумаққа саяхат тамыз айынан бастап күн суытқанға дейін жалғасады. Саяхатшылардың бір бөлігі осы әдемілікке тамсана қарау үшін ағылып жатса, енді бір бөлігі аңыздар мен экстрим үшін келеді. Уақыт өткен сайын осы бір шатқалы өзегіндегі аңыздар кеңінен жайыла түсті. Солардың бірі теріс елестер мен мыстан сайлар. Әлі күнге жұмбақ болып келе жатқан өзектің бірі жалмауыз кемпір шатқалы. Мұндағы қызметкерлер шатқалдың әр бұрышының өз құпиясы бар екендігін айтады. Адамдар осы бір жер бедерін шатқалданған, елестер мен әруақтардың тірі жанды мазалауға арнайы шығатын жердегі қақпа деп түсінік қалыптастырды. Тіпті мұндағы соққан желдің де өзіндік дыбысы бар. Осы бір қорқынышты құпияның сырын ғылыми көзқарасқа сүйене сан түрлі кейіпке енген жергілікті шатқалдар еліміздегі ең ірі елестер оркестрі деген тоқтамға келді. Бұл жердің әрқайсысының өзіне тән атауы бар. Тастарға жай қарасаң кәдімгі жартастар тізіліп тұрған. Бірақ бейнекамера болмаса фотокамера объективден қарасаң кәдімгі ертегі кейіпкерлеріне ұқсайды. Мынау ертегі әлемінің батыр Аладдин ғой, мынау барон Мюнхгаузен ғой деп таңданасың. Шарын шатқалы америкалық Гранд шатқалынан тек көлемі жағынан ғана қалады. Бірақ әдемілігі бірдей деген пікір бар. Осы бір өңір туралы не айта аласыздар? Біздің ойымызша бұл жер өте тамаша. Керемет көрініс, барлығы қатты, таңырқаушылықты туғызады. Мұнда барлығы да әдемі. Сіздер Гранд шатқалында болдыңыздар ма? Иә, мен ол жерде болғанмын. Айырмашылығы қаншалықты? Айырмашылығы бар, ол жақтың жер көлемі үлкендеу, бірақ көріністер мен әсемдік жағынан бірдей деп айта аламын. Шарын шатқалы мұнаралар мен биік тастардың ансамблі. Ғалымдардың пікірінше қазіргі келбетіне шатқал осыдан 500 миллион жыл бұрын қалыптасқан. Шатқал жартастарынан Азия тауларында мекендейтін ірі тұяқты жануар тау текелерді көруге болады. Еркектерінің 1,5 метрге созылған қайқы мүйіздері болады. Сол мүйіздеріндегі кішігірім сызықтарға қарап, текенің қанша жасқа келгенін анықтауға болады. Ал аналықтарының мүйізі кішкентай, аналығы мен аталықтың аяқтары ұзын болғандықтан, олар тастан тасқа еркін секіріп, еркін қозғалады. Текелер 5000 метрлік биіктікке дейін көтеріле алады. Күннің шіліңгір ыстығында көбінде қар жатқан тау шыңдарын ауады. Күн көзінен қорғану үшін қалқалы сайларда жартасты жыраларды паналайды. Тау текелер көбінде қауіпті жартасты аймақтарда мекендейді. Тасты, жар еңістер мен қиын күрделі аймақтарда. Ал қыста оңтүстік беткейге ауып, сондағы қалған шөптермен қоректенеді. Текелер көбінде топ болып жайылады. 3-5 бастан бастап 30-40 басқа дейін. Ал үйірді бір ғана еркегі басқарады.
Дәстүрлі сайыстарда мықтылығын көрсетіп, жеңген ғана. Ұрғашы текелер кейде бір, кейде екі лақтардан төлдейді. Төлдері бірінші күннен аяқтарынан тұрып кетеді. Кіші шатқал Шарын өзенінің оң жақ беткейінде орналасқан. Үлкен шатқалға қарама-қарсы десек те болады. Бұл аймақ геологиялық экскурсия жүргізуге таптырмас орындардың бірі. Өйткені кіші шатқал арасынан сан түрлі мұнаралар мен табиғи көріністерді көруге болады. Темірлік өзені Кетпен жотасынан бастау алатыны. Шарынның оң жақ сағасы. Бұл өзен жағасында жемісті жиде, бөріқарағат ағаштары мен тал, шеңгел, жыңғыл секілді ағаштар өседі. Өзеннің ағысы бір жерлерде баяу, бір жерлерде буырқанып тұрып ағады. Кей жерлерде тіпті таяз. Таст арнасы тар аумақтарда секіре, күшті леппен ағады да жазыққа шығып арнасы кеңейісімен қайта қалпына келіп тыныштала қалады. Темірлік өзені шатқалы қызғылт, қамалдар аса қатты әдемі емес, өйткені мұнда көптеген орындарға туристердің аяғы тиген. Бұл темірлік аңғара. Негізінен мұнда емен, терек, тал, үйеңкі, тағы басқа қызыл кітапқа енгізілген өскіндер өседі. Мұндағы жер шатқалымен көмкерілген. Әрі осы бір үлкен көрініс, демалуға таптырмас тамаша орындардың бірі. Бұл өңірде сонымен қатар Бестамақ шатқалы да орналасқан. Темірлік өзені мен Қорғанды алқаптың дәл ортасында. Мұндағы жер бедерінің әсемдігі тәжірибелі саяхатшылардың өзін қызықтырмай қоймайды. Шарын ұлттық паркі елімізде ғана емес, шетелге де жақсы таныс. Әртүрлі түсірілім компаниялары осы бір керемет табиғат байлығын өздерінің жобаларына жиі пайдаланады. Осы бағытта киіз үйлер алқабы деп аталатын аумақ таптырмас орын. Оны айлы дала деп те атайды. Жалпы еліміздің табиғаты керемет, біздің өлкеміздің. Тағы бір осы Шарын мемлекет ұлттық табиғи паркының керемет аумақтарының бірі осы, яғни киіз үй шатқалы деп аталады. Яғни бұл да керемет жер бедерінің геологиялық құрылыстарының жауын-шашын климаттық факторлардың әсерінен құрылыстың әсерінен түзелген керемет өздеріңіздің көз алдыларыңызда киіз үй шатқалы. Бұл жерде көптеген туристерді қызықтыратын орын. Яғни бұл жерде еліміздің көптеген киностудиялық түсірілімдері, болмаса бейне материалдар осы біздің осы киіз үй шатқалында түсіріледі. Шарын ұлттық паркінде тағы бір керемет нысан бар. Шарын орманды шаған саябағы. Бұл жерде сагдиандық емен ағаштары өсетіндіктен әлемге кеңінен танымал. Сарытоғай сайында орналасқан табиғи орманды алқап ЮНЕСКО-ның қорғауына еніп, қатаң бақыланатын орталыққа айналған. Тағы бір Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының керемет жері, яғни тек қана Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының емес, бүкіл осы республикамыздың мақтанышы дүние жүзі бойынша екі-ақ жерде кездесетін Шарын ерен тоғайында қазір сіздермен осы жерде жүрміз. Шарын ерен тоғайы тек қана Канадада дүние жүзі бойынша. Яғни осы біздің Қазақстан республикамыздың осы Алматы облысында орналасқан осы біздің Шарын мемлекеттік табиғи паркының территориясында орналасқан. Шарын ерен тоғайының жалпы аумағы 5014 гектар, орманмен жамылған аумағы 2014 гектар. Оның тек қана 1100 гектар ғана ерен, осы таза сагдиан еренмен жамылған. Яғни бұл дүние жүзінде өте кем ағаш. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірі. Парк аумағында керемет табиғи ескерткіштер орналасқан. Туризм мен демалыс орны үшін құнды жерге айналған. Табиғаттың бұл байлығы қатаң бақылауды талап ететіндіктен, аумақта нағыз өзісінің мамандары жұмыс істейді. Мұнда аңдардың көптеген түрі мекендейді. Түлкі, қарсақ, қоян, тау ешкі, аққұлақ, ақкіс, тышқан, сусарлар. Ал құс түрлерінен үкі, бүркіт, қозғымай, құзғын, құмай, тағы басқа да көп түрлері кездеседі. Кесірткелер мен жыландар түрлерінің алайлық бір көзді, акамай, сүр кесіртке, тігенек бас, сары бауыр усы жылан мен су жыландар бар.
Мұндағы тіршілік ететін көптеген жабайы жануарлар әлемі қызыл кітапқа енгізілген. Басқа тіршілік иелерімен де танысайық. Шарын өзенінің төменгі жағында біздер қорықшымен бірге дала қыранының ұясын бақыладық. Жартасқа салынған ұя өте биікте орналасыпты. Бұл жыртқыш құстар жерде, ағаштар мен жартастарда ұя сала береді. Көбінде ұсақ омыртқалы жануарлармен қоректенеді. Әрі жүндерінен ұя жасайды. Находимся в горной части нашего национального парка. Это наши... Біздер ұлттық парктың таулы бөлімінде тұрмыз. Бұл үлкен бөгеті тауының төменгі жағы. Қазір біздер дала қыранының ұясын көріп тұрмыз. 3 күн бұрын балапандар қанаттанып, ұяны тастап кетті. Құс қызыл кітапқа енген. Біздің басты мақсатымыз тек дала қыранын ғана қорғау емес, сонымен бірге қара құйрық, бүркіт, тағы басқа байлықтарын келесі ұрпаққа сақтау. Қарақұйрықтар жабайы жануарлар киіктер түріне жатады. Азияның құмды шөлді аумақтарын мекендейді. Тіпті 3000 метрлік биіктіктерге дейін көтеріледі. Қарақұйрықтардың мүйізі де ерекше, әрі құйрығының ұштары ақ түсте болады. Олар дала шөптері мен тамырларымен қоректенеді. Әр мезгілде әр қалай топтасады. Жазғы маусымда бір топ болып жайылса, қыс түсе үйір болып жинала, өмір сүруін жалғастырады. Бұл түр қызыл кітапқа кірген. Бізде мекендейтін 32 сүтқоректілер саны, мысалға 100-ден астам құстың түрі мекендейді бізде. Соның ішіндегі қызыл кітапқа енген қара құйрығымыз, тақырдың сәні, қара құйрығымызды кешеден бері түсіріп, міне қазір мына темірлік аумағында тағы да қызыл кітапқа енгізілген Қазақстанның қара ләйлек құсының ұясында 4 балапанмен мекендеп атқан жерінде отырмыз. Жалпы бізде мына өзінің табиғаттың әртүрлі нелері, тау, тас, тоғай, бәрі әртүрлі, әр алуан. Соған байланысты аң құстардың да түрі көп, мол. Біздің көбінесе жұмыстарымыз соларды қорғау, өсімін молайту болып есептеледі. Соны қыста биотехникалық шаралар, оларды бәрінің несін қадағалап отырамыз. Олардың браконьерлермен күресу, одан сырт жергілікті органдармен жұмыс атқарамыз. Сол тағы айтатын болсақ, осы табиғатымызды қорғау, осы тоғайымыздың бәрін келесі ұрпаққа сақтау, өзіміздің борышы деп санаған осы біздің қызметкерлермен бірлікте осындай іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Ұлттық парктың қанатты тіршілік иелерімен таныс болайық. Құмай, я болмаса күшігін жыртқыш құстар тобына кіреді. Әрі таулы аймақтарды кездеседі. Негізінен оңтүстік Еуропа, солтүстік Африка және орталық Азия жерлерін мекендейді. Күшігін көбінде өлекселермен қоректенеді. Күнделікті жемтігін іздеу үшін көкте, қалықтай көптеген жерді шарлап, үлкен қанаттарының көмегіне жүгінеді. Көп қол жете бермейтін жартастарда жұп болып ясалады. Болмаса топтасып, балапан басады. Ал қара ләйлек көп көзге түсе бермейтін құс. Көбінде орманды ну арасымен өзендер жағалауын мекендейді. Өйткені негізгі қорегі балдырлар мен ұсақ балықтар болғандықтан. Қара ләйлек балапан ұясында 10 күндей жатады. Артынша отыра 35-40 күн өткеннен кейін аяғынан тік тұрады. Осылайша қанаты қатқан соң көкке ұшады. Қара ләйлек құстары балапандарын күніне 4-5 мәрте қоректендіреді. Қазіргі кезде осы темірлік аумағында көптен бері бақылап жүрген қара ләйлек, бағанағы орысша айтқанда черный ғайс деген несінің ұясын бақылап жүргенбіз. Қазіргі кезде мекендеп, балапандап, неғып атқан несін жүріп атқан кезіміз. Негізі осындай Қазақстанның қызыл кітабіне жазылған құстарды өстіп тауып, қорғап жүрміз. Өзі өте сирек кездесетін құс. Біздің негізі Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркының аумағындағы
Оның өзінде де жоқ емес бар. Мінекей көрдік. Соның өзін бағана өзіміздің тарихқа түсіріп деген моменттеріміз еді осы. Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы табиғаттың тамашасы, нағыз қол жетпес байлығымыз. Сол себепті де келер ұрпаққа аман жеткізу біздің басты мақсатымыз. Қорықшылар, инспекторлар жыл сайын аталмыш паркті қатаң бақылауда ұстайды. Олардың міндеті заңсыз браконьерлікке тосқауыл қойып, жабайы жануарлар мен құстардың көбеюіне мүмкіндік жасау, орманда өрттен сақтау. Жолаушы жолай тоқтап, ағаш көлеңкесіндегі бастау маңына жайғаса, осы бір керемет жердің атыдан балаға мирас болып келе жатқанын сезеді. Әрине бұл жалғастық ешқашан үзілмесін деген ниеттеміз.